Құрметті оқырмандар, бүгін мен өзімнің хикаятымды бастадым. Тақырыбы «Қарда қалған іздер». Көптен бері ойлап жүрген армандарымды, толғанысымды, болған дүниелерді қағаз бетіне түсіруді жөн көрдім. Қарда қалған іздер, бірінші бөлім. Бүгін күндегіден кешірек тұрдым. Демалыс болғандықтан өзімді әбден демалсын деп еркелеткенім болар. Алайда тырс-тырс еткен телефон тықылы еріксіз өзіне қаратты. Інім атана жайлы естеліктер жіберіп, қызметтесім Мұқағалидың отан жайлы өлеңінің сөзін сұрап, мектептегілер 60-қа толған апайды құттықтап, әйтеуір телефон жазбаға толып қалған екен. Сәл ұйықтап қалсаң, бүкіл өмір ағымынан қалыс қалғандай боласың. Барлығына жауап жазып, терезеге жақындадым. Пердені ашсам, қапалақтап қар жауып тұр. Я, ақпанның аяғы, қыстың соңғы айы. Мен әлі қыс айымын, мен әлі ұзағырақ бола тұрамын. Мен әлі бармын деп, өзінің кеткісі келмей, бұл мезгілде өз ерекшелігін көрсеткісі келгендей. Адам ғұмыры да осы жауып тұрған қар сияқты. Өз мерзімінде жауып, әппақ болып жерді басып, аспандағы күнге шағылысып, кейде жарқырап, кейде еріп, кейде борап, өзінің ерекшелігін көрсетіп, уақыты келгенде еріп ғайып болып, келесі мезгілге жол береді. Есіме бала кезім түсіп кетті. Бірде апайым Раукен екеуміз сабақтан келе жатырмыз. Үйіміз ауылдың шетінде Алты үй деп аталатын. Әкем көп мал ұстады. Анамның жұмысы да сол жерде, ветстанция деп аталатын. Раукен өте нәзік, ақылды, білімге құштар, өте биязы қыз болып өсті. Неге екенін ешқашан адамға көңілі қалатын сөз айтпайтын еді марқұм. Раукен, сәл кідірші, мына айналадағы аппақ қарды қараш, күнге шағылысып қауқарта құсқа ұқсайды. Ал егер жесең балмұздақ тәрізді, кел балмұздақ жейік, дәмі бал үйіреді. Қой, жердегі қарды жеген несі, тамағың ауырады. Жемесең қой, мына көршіден бір қасық балмұздақ, мына көршіден бір қасық балмұздақ деп, қарды жерден уыстап алып аузыма салдым. Ақымақ, кешке тағы тамағың ауырса, анама бар шындықты айтамын. Айтпайсың, айтсаң қазір қарға шомылдырамын деп әлімжеттілік көрсетіп қоямын. Себебі жасым кіші болса да, мен Раукеннен ірі едім. Сол заманда жасы кішілер үлкеннен қалған киімді киетін еді. Ал мен сол ірілігімнің арқасында ондай киімді кимедім. Әкем Раукен екеумізге бірдей киімдер сатып әперетін еді. Мен әпкемнің ренжіп кеткенін түсіндім, алайда оны ішімнен қатты жақсы көретін едім. Ол келгенде бір жасап қалатын едік. Көршінің тиіскен балаларын айтып, әпкем оларды тәртіпке салып, кәдімгідей болып қалатын едім. Ол ешкімнен қорқпайтын, тіпті қатал көкемізден де. Я, көке деген ол Сарапай. Ол кісіні көке дейтін едік. Қазір де сол титул. Ол көке, қатал, тазалықты, дәптер қаламды, төсегінің жиналу тәртібін бәрін тексеріп отырады. Оған қарсы сөз айтылмайды. Тамақты да дәмді жасайтын еді.